Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Өткен видеомызда қызылшаның адам денсаулығына пайдасы туралы айта кеткен болатынмын. Бұл видеомызда қызылша шырынының пайдалы қасиеттері мен қарсы көрсеткіштері, қызылша шырынының құрамы мен калориялығы, тағамдық құндылығы, қызылша шырынының емдік қасиеттері туралы айтылатын болады. Қызықты ақпаратты жіберіп алмас үшін менімен бірге видеоны соңына дейін көріңіз. Қызылша айналадағы ең пайдалы көкөністердің бірі болып саналады. Бұл тамыр жемісте ересек адам мен баланың ағзасы үшін таптырмайтын дәрумендер мен минералдың көп мөлшері бар. Қызылша шырынының пайдасы мен зияны осы өнімді құрайтын заттарға байланысты. Үлкен артықшылықтарға қарамастан бұл сусынның қарсы көрсетілімдері бар. Қызылша шырынының құрамы, калориялығы, тағамдық құндылығы. Қызылша шырынының калория мөлшері өте аз, өйткені 100 мг өнімде 42 килокалорий бар. Бұл ересек адамның күнделікті құнының шамамен 4%-ын құрайды. Негізгі заттардың құрамына келетін болсақ, қызылша шырынында май жоқ, 100 грамдағы көмірсулар 9,9 грамм, белоктар 1,141 грамм. Қызылша шырынының құрамында келесі пайдалы заттар бар. Оларға темір, фолий қышқылы, иод, магний, натрий мен кальцийдің оңтайлы арақатынасы, калий, хлор, фосфор, күкірт, А дәрумені, органикалық қышқылдар, никотин қышқылы, Б тобының дәрумендері, Е дәрумені, бета-каротин, аскорбин қышқылы жатады екен. Бұл бай құрамның барлығы организмнің барлық дерлік қызметіне оң әсерін тигізеді екен. Қан құрамын жақсартады және тромбтардың пайда болуына қарсы тұрады. Сондай-ақ тамыр жемістің шырыны қандағы жаман холестеринді төмендетуге көмектеседі. Бұл қан тамырларының күйіне оң әсер етеді екен. Қызылша шырынының емдік қасиеттері мен қарсы көрсеткіштері. Қызылша шырыны оның қасиеттері мен қарсы көрсеткіштері ерте заманнан бері белгілі. Қызылша шырынының емдік қасиеттері әртүрлі аурулардың емделуіне қолданылады. Оларға ауырған тамақ, панкреатит, анемия, жоғарғы қан қысымы, мұрыннан су ағу, бауыр проблемалары, жоғарғы холестерол. Сонымен қатар бұл көкөністің шырыны қатерлі ісікке қарсы әсер етеді және оны үнемі қабылдау арқылы сіз онкологияның дамуын өте ерте кезеңде тоқтата аласыз. Сусынның пайдасы адамның жасына және жынысына байланысты, өйткені белгілі бір жастан бастап ерлер, әйелдер мен балалар арналған емдік қасиеттері бар. Бұл көкөніс спортшыларға пайдалы, ол төзімдікті арттырады. Адам спортпен айналысқан кезде мүмкіндігінше қызылшадан жасалған шырын ішуі тиіс. Өйткені қанға бұлшық еттерінде қан айналымын жақсартатын азот қышқыл тұзы бар. 100 грамм саумалдықта қанша азот қышқылының тұзы болса, қызылша шырынында да сонша болады. Ол ағзада қан тамырларын кеңейтетін азот тотығына айналады. Қызылша шырынының ерлерге пайдасы. Қызылша шырыны күшті жыныс мүшелері үшін де пайдалы. Біріншіден, сусын төзімділікті арттырады және физикалық шаршауды басады. Бұл спортпен айналысатын ерлерге, сондай-ақ ауыр физикалық жүктемелермен жұмыс жасайтындарға көмектеседі. Қызылшаның шырыны импотенцияға көмектесетіні дәлелденді. Бұл простата аденомасына қарсы тамаша профилактикалық агент болып табылады. Қызылша шырынының әйелдер үшін пайдасы. Көкөністегі темірдің мөлшері оны әйел адам көп қан жоғалтқан кездегі етеккір етуі үшін қажет етеді. Сондай-ақ қыздар жиі анемияда зардап шегеді, ал қызылша өте жақсы. Мұндай жағдайларда профилактикалық және емдік агент. Жүктілік кезіндегі қызылша шырынының пайдасы. Қызылша шырыны болашақ аналардың ағзасына да пайдалы. Ең алдымен бұл көптеген суық тиюдің алдын алудың тамаша шарасы. Фолий қышқылының мөлшері баланың денсаулығы үшін өте пайдалы. Сусын жүкті әйелдердің іш қатуын жеңуге көмектеседі, әсіресе кейінгі кезеңдерде. Сондай-ақ витаминді сусынның ұрықта рахиттің даму қаупін төмендететіні дәлелденген. Жоғарыда айтылғандардан басқа жүктілік кезінде қызылша шырынын қолданудың басқа артықшылықтары бар. Олар бауыр мен бүйректі қалыпқа келтіреді, ісінуді жеңілдетеді, қан қысымын қалыпқа келтіреді, салмақты реттеуге көмектеседі екен. Бірақ кез келген жағдайда алдымен маманмен кеңесу ұсынылады, өйткені сусынның қарсы көрсетілімдері бар.
Емшек емізу кезінде қызылша шырынын тұтыну ұсынылмайды. Жаңа сылғыған шырын баланың денесі үшін ауыр тағам болып саналады. Бұл сусын нәжістің бұзылуына, сондай-ақ нәрестеге аллергиялық реакция тудыруы мүмкін, өйткені оның ас қорыту жүйесі әлі толық қалыптаспаған. Қызылша шырыны балаларға пайдасы мен зияны туралы айта кетсек. Қызылша өнімі қандағы гемоглобин деңгейін сәтті арттырады. Бұл балалар үшін өте пайдалы. Сусынды балалар тағамына және қажетті мөлшерде дұрыс енгізу маңызды. Әйтпесе мұндай витаминдік тамақтану да баланың денесіне зиян тигізуі мүмкін. Сусынның құрамындағы иод қалқанша безінің жұмысын жақсартуға көмектеседі. Бұл жасөспірім кезіндегі балалар үшін денені қайта құру кезінде жиі кездеседі. Бұл сусын ас қорытуды жақсартуға көмектеседі, әсіресе іш қату проблемалар болса. Бұл сондай-ақ күш беретін және төзімділікті арттыратын табиғи энергетикалық сусын. Бірақ диареяға, газ түзілуіне, бүйрек ауруына және аллергияға бейім балаларға сусынды бермеңіздер. Қызылша шырынын балаларға қанша жастан беруге болады? Жарты жасқа дейін қызылша мен сәбіз шырынын көкөністердің жаңа піскен көкөністер сияқты ұсынылмайды. 6 айда сіз жаңа піскен қызылшаны сынап көре аласыз, бірақ сіз бір тамшыдан бастаңыз және балаңыздың нәжісін бақылаңыз. Біртіндеп сіз тұтынылатын өнімнің мөлшерін шай қасыққа дейін жеткізуіңіз керек. Сонымен қатар, егер нәресте денесі шырынның диетаға енгізілуіне жақсы төзсе де, бұл сусынды күн сайын ішудің қажеті жоқ екен. Бір жылдан кейін жаңа піскен қызылша мөлшерін тәулігіне ас қасыққа дейін жеткізуге болады. Қызылша шырынының адам ағзасына пайдасы. Шикізат қызылшасының шырыны пайдалы, бірақ сонымен бірге денеге зиян тигізуі мүмкін, бірақ одан да көп пайдалы қасиеттері бар. Бургундия сусынының ішудің негізгі артықшылықтарының бірі. Есте сақтау қабілетін жақсартады, қосымша қуат береді, инфаркт пен инсульт қаупін азайтады, қан тамырларын тазартады, бауырды тазартады, ұйқыны қалыпқа келтіреді, жеңіл антидепрессант әсері бар. Бірлескен проблемалармен күреседі, теріге жағымды келбет береді, ас қорыту жолдарының жұмысын жақсартады екен. Әрбір аурудың өзінің ұсынылған дозалары, сондай-ақ тамыр дақылының пайдалы қасиеттері бар. Сондықтан үйде қызылша шырынын жасамас бұрын маманмен кеңескен жөн. Дәрігер сусынның қажеттілігі мен мөлшерін реттей алады. Қызылша шырынының бауырға пайдасы мен зияны. Жаңа сығылған тағамды жеу бауырға үлкен әсер етеді. Бұл орган адам ағзасының токсиндерді шығаруға жауапты. Бірақ бауыр әрқашан өз функцияларын жеңе бермейді, сондықтан адам ауыр гипохондрияда ауырлық сезінеді. Бұл жағдайда бауырға, сондай-ақ өт жолдарында алдын алу және көмек ретінде сіз жаңа бургундия тамыр көкөністерін қолдануға болады, бірақ тек дәрігердің қадағалауымен және таза күйінде емес. Таза шырын тастың шөгінділері түрінде зақымдануы және қиындықтар тудыруы мүмкін. Сондықтан қызылша мен сәбіз немесе алма шырынының қоспасы ең жақсы нұсқасы болып табылады. Осылайша жаңа және таза қызылша шырынын қолданғаннан гөрі алдын алу шараларын ұзағырақ ұзартуға болады. Тәулігіне 50 мл-ден көп жаңа піскен қызылшаны тұтынбаған жөн. Бұл бауырды токсиндерден қауіпсіз түрде тазарта алады. Қызылша шырынының анемияға көмегі. Анемияға арналған қызылша шырыны ең қажетті тағамдардың бестігіне кіреді. Сусын дұрыс қолданылған жағдайда тамыр жеміс гемоглобинді бірнеше есе арттыра алады. Сонымен бірге шырын құрамындағы анемияға пайдалы дәрумендердің концентрациясы шикі көкөністерге қарағанда едәуір жоғары. Оңтайлы нәтиже алу үшін сарапшылар қызылша сусынына алмаға араластыруды ұсынады. Қызылша ішетін сусынның бір бөлігі үшін алманың 4 бөлігін жаңадан қосыңыз. Сіз бұл қоспаны күнделікті ішуіңіз керек. Қызылша шырынын қант диабеті кезінде өте сақ болу керек. Көкөністе табиғи қанттардың көп мөлшері бар. Олар бақылаусыз қабылданған кезде қант диабетімен ауыратын науқастардың қандағы глюкоза деңгейін жоғарылауына ықпал етеді. Сондықтан дәрігермен мезгіл-мезгіл қолдануға рұқсат етілген қызылшаның жаңа піскен мөлшерін қатаң талқылау ұсынылады. Қант диабетімен ауыратындар үшін сусынның қан қысымын төмендетуге және аурудан нәзік болатын қан тамырларын нығайтуға көмектесуі маңызды. Гликемиялық индекс қайнатылған тамыр көкөністерін жоғары болады, сондықтан диабетиктер үшін шикі көкөністерді қолданған жөн. Сонымен қатар жаңа піскен шырынның қайнатылған тамыр көкөністеріне қарағанда сіңірілуі қиын. Егер сізде бүйрек проблемалары және панкреатит болса, оны ескеру қажет.
Қызылша шырыны туралы жасаған видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.